Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар, амансыздар ма, жақсысыздар ма? 14 сұраққа жеттік. Дүниежүзі тарихы. 1814 жылы Вена конгресіне жетекшілік жасаған мемлекеттердің бірі. Жалпы енді Вена конгресс дегеніміз не? Оған қандай мемлекеттер қатысты, қандай мемлекеттер жетекші рөл атқарды деген сұрақтарға жауап берместен бұрын Наполеонға тоқталайық. Наполеонның бүкіл әлемді жаулау туралы әскери саясатынан кейін болған келісім шарт қой. Осыдан кейін қысқаша былай бастайықшы түсіндіру үшін. Наполеон Бонапарт, ол бізде белгілі Францияның мемлекет қайраткері, қолбасшысы, император. Қай жылы таққа келеді? 1804-1815. Көрдіңіздер ма? Яғни 11 жыл билік етеді. 1804-1815. Ал бізде Вена конгресі 1814 жылы болады. Енді ол конгресс не үшін болды? Қысқаша былай айтсақ, 1804 жылы Наполеон француз император болып жарияланды. Осы уақытта өзінің 1805 жылы өзінің тәжік рәсімін өтеді. Одан кейін Рейн одағын құрады. Одан кейін Австрия империясымен қарсы соғысқа қатысады, яғни соғыс жариялайды. Одан ары қарай өмірін, әлем қасында көршілес мемлекеттерін жаулап алуын бастайды. Осы уақытта хронологияда 1814 жылы Наполеон тақтан түседі, Эльба аралына жер аударылып, бұл жерде осы жерде өзінің сәтін күтеді дейді. Одан кейін 1815 жылы 15-21 жылдары қасиетті Елена аралында өмір сүріп, өзінің мемуарларын дүниеге әкеледі. Ол жерде 300 беттігі 9 томдық мемуары жарық көреді, және де 1840 жылы қайтыс болады. Демек, енді қараңыздар, былай айтсақ, осы Наполеонның саясатынан кейін Вена конгресі болады, Вена конгресі. Енді қараңыздар, Наполеон қарсы халықтардың күресі француз империясының күйреуімен аяқталды дейді. Наполеон, Франция, дұрыс қой, француз империясы. Наполеон жеңіп жемісін монархиялық коалиция, феодалды абсолюттік мемлекеттер өз мүддесін пайдаланды. Наполеонның империяны жою Еуропада дворяндық монархиялық реакцияның салтанатты құруына әкеліп соқты. Оған Россия, Австрия, Пруссия, Англия ұйымдастыруымен 1814 жылы 1 қыркүйекте 1815 жылдың 9 маусымына дейін Вена конгресі мәжілісі өтті дейді. Демек, кімдер иелік етті? Россия, Австрия, Пруссия, Англия. Енді жауаптардың ішінде Россия бар ма? Жоқ, Австрия бар екен бізде. Демек, дұрыс жауап В болады. Яғни 1814 жылы Вена конгресіне жетекшілік жасаған мемлекеттің бірі, ол бізде Австрия. Енді қараңыздар. Жалпы конгресс не үшін болды? Яғни осы жердегі Еуропаның мемлекеттер шекараларын белгілеу мақсатында болды. Яғни одан кейін Наполеон соғыстан нәтижесінде Еуропада болған саяси салдарды жою, бұрынғы монархтардың жоғалтқан құқықтары мен иеліктерін қалпына келтіру, легитимизм принципін қайттан қолдау, және де бұл Вена конгресіне Түркиядан бөлек бүкіл қалған Еуропа мемлекеттерінің барлығы атсалысты. Жалпы енді конгресске қатысушылар Наполеон империясының қайта қалпына келу жолын бір жолата жоюға мүдделі болды. Және осы уақытта уақытша үкімет құрылды. Одан кейін Францияның шекарасын 1792 жылы қалпында қалдырды. Яғни осы уақытта қайтадан мемлекет арасында не жүрді? Шекара бөлу қайтадан жүрген болатын. Яғни сондай дүние ғой, соғыс деген жанында тұрған бүкіл мемлекетке қатты әсер ететін дүние. Енді қараңыздар, одан кейін астында төмендегі, екі негізгі парламент сайланады, 2 палаталы жұмыс жүргізеді. Жоғары парламент король өз тағайындайтын аристократтық және жоғары перлер палатасы аталды. Төменгі парламент сайланған өкілдерден тұрды. Одан кейін 1814 жылы хартия азаматтық құқығы бостандығы міндеттері француз залында атақ шені қандай болуына қарамастан теңдерді. Француздықтар азамат және әскери қызметтер бәріне бірдей болды. Француздар өз ойын жариялауға, баспаға беруге ерікті болды. Яғни осы кезде Вена конгресінде Францияның тарихы туралы шешілді. Францияның тағдыры шешілген дүние болған болатын. Демек, оны алғаш ұйымдастырушы жетекшілік еткен мемлекет, міне қарайтын болсаңыздар, 4 мемлекет: Ресей, Австрия, Пруссия, Англия болды. Жалпы сұрақтың жауабы 1814 жылы Вена конгресіне жетекшілік жасаған мемлекет, ол бізде Австрия. Дұрыс жауабы болады екен.